Сәлеметсіздер, сіздерге бүгін осындай ерекше және ағзаға жеңіл әрі пайдалы тауық орамасын, яғни рулет дайындайтын боламыз. Бұл рулетті закуска ретінде ұсынсаңыздар болады. Видеомды міндетті түрде соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Тауық етін салафанға салып, осындай үй асханасындағы балғамен орташа күшпен соғып, етімізді жаямыз. Міне жайып алған соң пышақпен абайлап салафанның шетін кесіп, ашып аламыз. Енді тауығымызға дәміне қарай тұз, бұрыш салып, кейін өріктеріміздің ортасын ашып, себебі бір өрікті толықтай салсаңыз қалың болып кетеді. Сол үшін осылай ортасынан ашып салуымыз қажет. Барлығын салып алған соң филені орама етіп қысыңқырап ораймыз. Осыны енді мұздатқышқа жарты сағатқа қойып қоямыз. Уақытымыз өткенше жаңғағымызды салафанға салып, соғып аламыз. Енді кляр жасаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға ұн және сүт құйып, бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Уақытымыз өтті. Енді ораманы салафаннан шешіп, клярымызға жақсылап, толық батырып аламыз. Одан соң жаңағы жаңғағымызды барлық жағына жағып, сеуіп шығамыз. Қызып тұрған кез келген майымызға екі жағын күйдірмей қуырып аламыз. Енді 180 градусқа алдын ала қызып тұрған пешке 25 минутке жібереміз. Піскен соң міндетті түрде пышақтарыңыз өткір болуы тиіс, себебі турағанда үстіндегі жаңғақтары шашылып кетуі мүмкін. Әдемілеп турап, сливочный соуспен де ұсынсаңыздар болады. Әрине ол міндетті емес. Осындай сочный дейміз ғой, солай піседі, дәмі ерекше дәмді. Астарыңыз дәмді болсын.